Теміртау қалалық өлкетану музейі ұсынады. Музей эволюциясы. Музей эволюциясы уақыт өте келе күнделікті қолданыстағы заттардың өзгеріп, одан да жақсара түскені туралы баяндайды. Барлықтарыңызға сәлем достар, менің есімім Айым. Бүгін сіздерге 100 жыл бұрын құнды болған, ал қазіргі таңда барлық отбасында бар заттың эволюциясын көрсеткім келеді. Қалай ойлайсыздар, менің қолымдағы зат қандай зат? Бұл рубель. Рубель үйеңкі және қайын ағашынан жасалған. Дымқыл киімді мынандай белекке орап, кейін оның үстінен рубельмен басып өтетін. Жуылғаннан кейін дымқыл матаны белекке орап, рубельмен қамыр жайғандай жаяды. Кейіннен қалып қойған кір кетіп, мата тегістеледі. Ежелде, егер қыз баласы рубельді қолданарда бір қолмен істейтін болса, онда ол тұрмысқа шығуға дайын. Ал егер екі қолмен істейтін болса, онда ол отбасылық өмірге дайын емес деп есептелген. Біздің әжелеріміз киім үтіктегенде қанша уақыт кетіргенін елестете алмаймын. Рубельдің уақыты өткеткеніне қуаныштымын. Үтіктер революциясының келесі осындай қыздырғыш үтекті пайдаланған. Бұл үтектер 18 ғасырда пайда болатын, және олар темір мен шойыннан жасалған, сондықтан өте ауыр болған. Бұл үтектерді әртүрлі ою-өрнектермен безендірген. Сол кездері бұл үтектер өте құнды болған. Сол себептен олар атадан балаға отбасылық құндылық ретінде беріліп отырды. Үтекті отқа қойып 30 минут бойы қыздырады. Содан кейін үтектеп бастайды. Үтек суып қалған жағдайда қайтадан отқа қойып қыздырады. Уақыт өте келе қыздырғыш үтектердің орнына мынандай көмір үтектерді пайдаланған болатын. Бұл үтектерде көмір салуға арналған мынандай қуыстары болды. Ауыр салмағына қарамастан көмір мен буды араластыру үшін бұл үтектерді шайқауға тура келген. Үтек біркелкі қызу үшін оны біраз уақыт әрі-бері серпу керек. Осылай бірнеше рет қайталап отырған. Өкінішке орай үтектің күлі матаны бұлғап қоятын. Ал сіздер білесіздер ме? 18-19 ғасырларда әртүрлі маталарға және әртүрлі киім бөліктеріне әртүрлі өлшемдегі үтектерді пайдаланған болатын. Осы қыздырғыш және көмір үтектері көп уақыт бойы пайдаланды. Бұл электр қуатының пайда болғанына қарамастан. Коллекциямыздың келесі үтегі ол мынандай электр үтек болып саналады. Бұл үтектер термореттеуші және автоматты өшіруші болған емес, сондықтан үтекті пайдалану үшін арнайы жаттығу керек еді. Үтек қызғаннан кейін оны бірден өшіру керек, себебі ішіндегі спиралі күйіп кетпеу үшін. Коллекциямыздағы келесі үтек ол мынандай ғана кішкентай 60-шы жылдары шығарылған жол үтегі. Бұл жерде де термореттеуші болған емес, алайда бұл өте пайдалы, жолда өзімен бірге алып жүруге, тіпті әйелдердің сөмкесіне салуға ыңғайлы болды. Келесі серіппелі термореттегіші бар, мынандай үтектер шығарыла бастады. Ендігі үтектер өздері қызған кезде өшетін болған. Кейіннен әртүрлі матаға арналған термореттегіштер пайда болған. Ал 90-шы жылдары тек қана термореттеушісі ғана емес, сонымен қатар бу шығаруға арналған тетіктері бар, осындай үтектер шығара бастады. Міне осындай үтектер эволюциясы біздің музейдің коллекциясын қалыптастырды. Ал сіздер қандай коллекция жинайсыздар? Сол туралы осы бейнебаянның астында комментарийде жазып қалдырыңыздар.